Вьетнам Азиядағы ең экзотикалық ел, мұнда қыздар ұялшақ болып көрінгенімен, ақырында сен өзің қызарасың, әрі өте тез. Мұнда коммунизм ресми түрде бар, бірақ ешкім банктерге сенбейді. Ақша матрастың астында жасырылады. Мұнда адамдар күніне 15 сағат жұмыс істейді, бірақ олар үшін ең маңыздысы ақша емес, отбасының абыройы деп санайды. Бұл ер адамдар әйел іздеп сапарға шығатын этникалық топтары бар аймақ және кейбір жерлерде қалыңдықты ұрлаудың ежелгі дәстүрлері әлі де сақталған. Бұл нағыз Вьетнам таң қалдыратын, ежелгі және таңғаларлықтай жанды. Егер сіз осы елді цензурасыз көргіңіз келсе, лайк басып, жазылыңыз. Сіз жер шежіресі арнасындасыз. Бастаймыз. Вьетнам оңтүстік-шығыс Азияда орналасқан, шығысында оңтүстік Қытай теңізімен шайылып жатқан, және солтүстігінде Қытаймен, солтүстік-батысында Лаоспен, оңтүстік-батысында Камбоджамен шектесетін ел. Оның ауданы шамамен $330,000 құрайды. Бұл Еуропадағы Финляндияның көлемімен салыстыруға болады. Сондықтан көршілерімен салыстырғанда салыстырмалы түрде кішкентай ел болып табылады. Вьетнам атауы ежелден бері аймақты мекендеген этникалық топты білдіретін вет сөзінен және оңтүстік дегенді білдіретін нам терминінен шыққан. Осылайша Вьетнам оңтүстік веттер деп аударылады. Бұл атау елдің географиялық орналасуын және оның веттер мен Потасия мәдениетімен байланысын көрсетеді. Мұнда Вьетнамның бірінші және мүмкін ең таңғажайып парадоксы туындайды. Ресми түрде ел Вьетнам социалистік республикасы деп аталады. Мұнда бір ғана партия, коммунистік партия билік етеді. Барлық жерде сары жұлдызы бар қызыл тулар мен Хо Ши Миннің портреттерін көресіз. Өзіңізді КСРО тарихы туралы кітаптың өмірге келген парағына тап болғандай сезінесіз. Бірақ ресми алаңнан кез келген көшеге қадам басып көрсеңіз, бірден шектен шыққан және жабайы капитализмнің эпицентрінде боласыз. Мұнда бәрін сатады. Әже асфальттың үстінде 3 байлам көк шөп сатуда. Дәл жанында мотоциклдегі жігіт қолданба арқылы тапсырыс берілген кофені жеткізіп жүр. Қарсы бетте атақты брендтің сәнді бутигі. Орталықтандырылған жоспарлау жоқ. Көше заңы бар. Кім жылдам, кім ақылды, кім іскер болса, сол аман қалады. Вьетнамдықтар туа біткен кәсіпкерлер, олар үшін кез келген мүмкіндік ақша табудың жолы. Бұл екі-үштілік екінші таңғалдыратын парадоксты тудырды, банктерге толықтай сенбеушілік. 10 жылдықтарға созылған соғыстардан, реформалардан және валютаның девальвациясынан кейін вьетнамдықтардың егде буыны нақты сабақ алды. Қағаз ақша бір түнде шаңға айналуы мүмкін. Сондықтан мұндағы нағыз байлық банк шотындағы сандар емес, алтын, доллар және жылжымайтын мүлік. Көптеген отбасылар, тіпті өте ауқаттылары да, жинақтарын үйде, сөзбе-сөз матрастың астында немесе жасырын жерлерде сақтайды. Олар ақшаны банкке салғаннан гөрі, тағы бір баспана немесе бірнеше алтын құйма сатып алғанды жөн көреді. Вьетнам экономикасы мемлекет дерлік бақыламайтын қолма-қол ақшаның үлкен ағыны. Екі әлем, ресми коммунизм және нақты көше капитализмі қатар өмір сүреді. Бұл қазіргі Вьетнамның бірегей, жарылғыш энергиясын тудырады. Егер Вьетнам экономикасы парадокс болса, онда шамамен момын азиялық әйелдер нағыз жұмбақ. Бір қарағанда тыныштық, қарапайымдылық, бағыну. Бірақ бұл әдептіліктің артында таңғаларлық күш жасырылған. Ерлерге ұсыныс жасайтын осы әйелдер. Иә, бұл рас. Орталық үстіртте тұратын эре этникалық тобының өзіндік дәстүрі бар. Ол пуну тимдан пуну тәмден деп аталады, және әйел ер адамды таңдап, бірінші қадамды жасайды. Әйелдің отбасы бастаманы өз қолына алып, ер адамның отбасымен шарттарды талқылайды. Үйлену тойынан кейін күйеуі әдетте әйелінің үйіне көшіп келеді. Бұл әйелдер желісінің басымдығын және қоғамындағы әйелдің ерекше рөлін көрсетеді. Бірақ Вьетнамдағы көптеген этникалық топтардың бірі ғана. Егер олардың мәдениетінде әйел отбасының орталығы болса, басқа аймақтарда вьетнамдық әйелдің бейнесі мүлдем басқаша қабылданады. Көптеген шетелдіктер үшін ол бағыну мен дәстүрлі құндылықтарды бейнелейді. Соңғы жылдары танымал болған құбылыстың негізінде, дәл осы стереотип жатыр, қалыңдық турлары Voyages de Novias. Оңтүстік Кореядан, Тайваньдан, Қытайдан, тіпті Еуропадан келген ер адамдар Вьетнамның ауылдық жерлеріне идеалды әйелді, қарапайым, тыныш, еңбекқор іздеп барады.
Арнайы агенттіктер ауылдардан келген ондаған жас қыз, шетелдік күйеу жігіттің таңдауын күтетін көрме түрін ұйымдастырады. Олардың көпшілігі үшін бұл өз тағдырын өзгерту мүмкіндігі. Олар тұрақтылықты, құрметті және жаңа өмір бастау мүмкіндігін армандайды. Және бұл бір жақты оқиға емес, бұл өзара күту. Қыз өз ауылын тастап, отбасына көмектеседі, ал ер адам дәстүрлі әйелге ие болады. Вьетнамның тағы бір таңғажайып және жарқын дәстүрі тинотуды тенитуды деп аталатын еркін махаббат. Бұл тәжірибе негізінен елдің солтүстік-батыс таулы аймақтарында, Қытаймен шекараға жақын жерде тұратын хмонг этникалық тобы сияқты кейбір қауымдастықтарда кездеседі. Бұл қауымдастықтарда жастар некелерін ресімдегенге дейін қарым-қатынаста үлкен еркіндікті пайдаланады. Бұл икемділік оларға үйлену тойына дейін бір-бірін шынымен танып білуге мүмкіндік береді. Қарым-қатынастың мұндай түрі басқа мәдениеттердің қатаң әдет-ғұрыптарымен салыстырғанда айырмашылық тудырады. Еркін махаббат рәсімі жастарға интимді ортада бірге уақыт өткізуге, кейде тіпті уақытша тұрғын үйді бөлісуге мүмкіндік береді. Осы кезеңдерде жастар олардың үйлесімді екендігін және өмірді бірге өткізгісі келетіндігін шеше алады. Солтүстіктегі осы биік таулы аймақта Вьетнамның ең әдемі және жанды жерлерінің бірі Сайпа орналасқан. Ол өзінің әсерлі күріш террасаларымен және тау пейзаждарымен танымал. Сайпа аймағы сонымен қатар хмонг этникалық тобының мекені болып табылады. Олар өздерінің дәстүрлерімен және физикалық ерекшеліктерімен танымал, өйткені олар, әдетте, бойлары аласа болады. Бұл оларды оңай тануға мүмкіндік береді. Хмонгтар және осы таулы аймақтың басқа этникалық топтары жыл сайын мыңдаған саяхатшыларды тартады. Олардың табиғи сұлулығы мен ауылдары мен жерлерінің бай дәстүрлері оларды таң қалдырады. Вьетнамның барлық мәдени парадокстарынан басқа, оның айқын символы бар. Бұл нонла ауылдардан бастап қалаларға дейін барлық жерде киілетін дәстүрлі конустық қалпақ. Бір қарағанда ол жай ғана пальма жапырақтарынан жасалған қалпақ сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде бұл ғасырлар бойғы тарихы және ондаған функциялары бар зат. Ол қайнаған күннен және нөсер жаңбырдан қорғайды. Күріш алқаптарында оны суға арналған тостаған ретінде, базарда жемістер немесе көкөністер үшін себет ретінде пайдаланады. Әйелдер оған маталарды, тұқымдарды, кейде тіпті балалар ойыншықтарын сақтайды. Нонла бұл сән емес, бұл өмірдің бір бөлігі. Енді сұлулықтың басқа жағына, яғни бүкіл әлемнің саяхатшылары жоғары бағалайтын жағына тоқталайық. Дәл сол жағы Вьетнамды туристік рейтингтер бойынша Азиядағы ең әдемі елдер тізіміне енгізді. Вьетнамның басты көрікті жерлерінің бірі және елдегі ең атмосфералық орын болып саналатын қаладан бастайық. Хоян Хаен бұл тірі мұражай сияқты, орталық Вьетнамның інжу маржаны, ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Бұл Азиядағы бірден үш мәдениеттің Қытай, Жапон және Француз бірегей архитектурасы толығымен сақталған санаулы қалалардың бірі. Сондықтан Хоянды жиі Вьетнамдағы саяхаттауға ең жақсы қала деп атайды, және туристер оны жиі Вьетнамда не көруге болады. Вьетнамның әдемі жерлері, ежелгі Хоян қаласы сұраулары бойынша іздейді. Хоянның басты оқиғаларының бірі, әр ай сайын толық ай түнде өткізілетін түрлі түсті іс-шара атақты Вьетнамның фонарлар фестивалі Festival de las Faroles de Vietnam. Бұл күндері бүкіл ежелгі қала көшелерді, арналарды және көпірлерді безендіретін мыңдаған түрлі түсті қағаз фонарлармен жарықтандырылады. Адамдар мұнда арнайы осы мереке үшін келеді, және Хоянның фонарлар фестивалі Вьетнамның көрікті жерлері мен елдің үздік орындары туралы ең көп ізделетін нәтижелер арасында үнемі көрінеді. Атмосферасы керемет. Жергілікті тұрғындар мен туристер рәсімдерге қатысады, өздерінің фонарларын жасайды, оларды суға жібереді және тілек тілейді. Бұл вьетнамдық мәдениеттің символына айналған ежелгі дәстүр. Бірақ табиғи ғажайыптар туралы айтатын болсақ, әлемдегі ең үлкен үңгір, зәулім ғимаратты немесе орташа әуежайды сыйғыза алатын Шондонг-Штонг туралы айтпай кету мүмкін емес, және бұл асыра сілтеу емес. Ол Куанг Бин Чанgbin провинциясында Фонгне Кибанг Фонгнек Бәң ұлттық саябағында орналасқан. Бұл үңгір Вьетнамның және бүкіл планетаның басты табиғи ғажайыптарының бірі болып саналады. Шондонг тек 2009 жылы ғана ашылды, бірақ тез арада әлемдік сенсацияға айналды. Оның өлшемдері таң қалдырады. Ұзындығы $5 асады, биіктігі $200 дейін және ені $100. Бірақ ең бастысы, оның өлшемдері емес, ішінде не сақталғаны.
Шондонгтың ішінде өзіндік экожүйе бар, бұл оны бірегей етеді. Мұнда өзендер ағады, нағыз жерасты джунглилері өседі, бұлттар пайда болады және тіпті планетаның басқа ешбір жерінде жоқ флора мен фаунаның бірегей түрлерін табуға болады. Осы монументалды үңгірден оңтүстікке қарай 120 километр жерде Хуюэ-Джу, Вьетнамның ең әдемі және қызықты қалаларының бірі орналасқан. Ол кезінде Нгуен әулеті кезінде, кісі ғасырдың басынан 1945 жылға дейін елдің императорлық астанасы болған. Және оның бай тарихы қалада әлі де сақталған архитектурада, ғибадатханаларда және дәстүрлерде көрініс табады. Хуюэ ұсынатын ғажайыптардың арасында ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасы деп жарияланған император сарайы орналасқан үлкен бекіністі кешен, Хуюэ цитаделі Сыдэ-Ладижі бар. Бұл әсерлі орынмен және қабырғамен қоршалған, ал ішінде бақтарды, ғибадатханаларды және ежелгі тақ залын табуға болады. Хуюэге өте жақын, Данангтың дәнің жанында әлемдегі ең керемет және танымал көпірлердің бірі атақты қолдар көпірі, немесе Бана Хиллздың алтын көпірі Ponte de las Manos a Ponte Dorado de Vanna Hills орналасқан. Алып тас қолдармен ұсталып тұрған бұл көпір Вьетнамдағы заманауи архитектураның символына айналды. Ұзындығы 150 метр және теңіз деңгейінен 100 метр биіктікте орналасқан. Ол қоршаған таулар мен аңғарлардың таңғажайып көріністерін ұсынады. Бұл оны суретке түсіру үшін тамаша орын етеді. Бана Хиллз тек қолдар көпірімен ғана емес, сонымен қатар өзінің тақырыптық саябағымен және жақын қалалардың ыстығынан құтылғысы келетіндерді тартатын салқын, жағымды климатымен де танымал. Бірақ Вьетнамдағы бүгінгі таңдағы ең қызықты көпір, әлемдегі ең үлкен әйнек еденді көпір ретінде танымал ақ Айдахар Драйинг Бланка деп аталатын көпір. Бұл архитектуралық ғажайып тартылыс күшіне қарсы тұрады және бас айналдыратын көріністерді ұсынады, дегенмен ол биіктіктен қорқатын немесе жүрек проблемалары бар адамдарға жарамайды. Ұзындығы 630 метр және джунглидің үстінен шамамен 150 метр биіктікте салынған. Әлемдегі ең ұзын әйнек көпір солтүстік батыс провинциясы Сонлада Шанлы көпшілікке ашылды және Батлонг Барлон деп аталды. Бұл ақ Айдахар деп аударылады. Бұл кең жаяу жүргіншілер көпірі екі тауды байланыстырады және Ханойдан шамамен 200 километр жерде орналасқан Мочау аралы Айсла де Мача туристік кешенінің бөлігі болып табылады. Бұл көпірмен жүру кезінде бас айналу сезімі өте күшті болуы мүмкін. Әйнек еден аяқтың астындағы тұңғиықты көруге мүмкіндік береді. Бұл қызықты әрі мазасыз тәжірибе тудырады. Биіктіктен қорқатындар үшін одан өту ең жақсы нұсқа болмауы мүмкін. Алайда шытырман оқиғаны сүйетіндер үшін көпір ертегідей пейзаждарды тамашалай отырып, адреналин ағынын сезінуге бірегей мүмкіндік береді. Осы сәтте біз сізден сұрағымыз келеді: сізді Вьетнамда не таңғалдырды? Оның ежелгі қалалары, оның керемет табиғаты немесе туристер сирек айтатын оның аз танымал дәстүрлері? Өз пікіріңізді пікірлерде бөлісіңіз. Бұл бізге қызықты ғана емес, сонымен қатар біз сіз үшін апта сайын осындай адал және терең деректі мазмұнды дайындауды жалғастыра алуымыз үшін жер шежіресін қолдаудың ең жақсы жолы. Бізбен бірге осы уақытты өткізгеніңіз үшін рахмет. Сіздермен жер шежіресі арнасы болды. Лайк басыңыз және келесі шығарылымда кездескенше.